Армысыздар, сіздермен бірге Қазақ Ньюс агенттігі. Назарларыңызға апта жаңалықтарын ұсынамыз. Бүгінгі видеода көретіндеріңіз: ОБТ деген ұлттың болашағын тоздыру ма деп депутат Заитов мәжілісте бұл саладағы олқылықтарды атады. 13 қарашада экс-президенттің інісі қайтыс болды. Болат Назарбаев халықтың есінде несімен қалды? Тоқаев экс-министр Бишімбаевтың ісін ерекше бақылауға алуды тапсырды. Қазір адам өлімі ісінде ахуал қандай? Білім инновация қорына 30 жыл. Ұйым салтанатты шараны қалай атап өтті? Еуроға бір қадам. Қазақстан Сан-Мариноны 3-1 есебімен жеңді. Енді Еуро чемпионатына шыға аламыз ба? Мәжіліс депутаты Ринат Заитов ұлттық бірыңғай тестілеу және педагог қызметкерлерінің біліктілігін тестілеу жүйесінде олқылықтар бар екенін айтты. Оның айтуынша 2019 жылдан бастап тестілеу YouStudy секілді жеке компанияларға келісімшарт арқылы берілген. Келісім жасалғаннан бері ОБТ-ның бағасы 2240 теңгеден 5640 теңгеге өскен. Өңірлерде 114 ОБТ өткізу пункті жабылып, тест тапсырушыларға қосымша жол мен жатын орын шығынын алып келген. Сондай-ақ Ринат Заитов сол компаниялардың мемлекетке келтірген зияндарына да тоқталып өтті. Рахмет, құрметті Ерлан Жақанұлы. Депутаттық сауал Қазақстан Республикасы премьер-министрінің орынбасарына. Құрметті Тамара Қасымқызы, сізге жолдап отырған сауалым ұлтымыздың болашағы үшін зор мағыналы мәселе. Сондықтан ерекше назар аударыңыз сұраймын. 2019 жылдан бастап еліміздегі ұлттық бірыңғай тестілеу және педагог қызметкерлерінің біліктілігін тестілеу, тест жүйелерін жетілдіру деген желеумен YouStudy секілді жеке компанияларға келісім шарт арқылы берілген. Бәлкім бұл келісімнің ар жағында шынымен жақсы ниет болған шығар. Алайда бүгін біз бұл тәжірибенің өте сәтсіз болғанын көріп отырмыз. Ол сәтсіздіктің салдарын тағы да қарапайым халық тартып отыр. Дәлірек айтсақ, келісім жасалғаннан бері ОБТ-ның бағасы 2240 теңгеден 5640 теңгеге, яғни 2 есеге өсті. Бұл бір. Келесі, өңірлерде 114 ұлттық бірыңғай тестілеу өткізу пункті жабылып, тест тапсырушыларға қосымша жол мен жатын орын шығынын алып келді. Мысалы, тест тапсыру ауыл тұрғындары үшін үлкен мүмкіндік пен қуаныш. Олар баласын қолдап, барын салып орталыққа баруға мәжбүр. Өйткені тестілеу пункттері аяқ жетім жерлерден алыстап кетті. Онсыз да табысынан шығыны көп халыққа бұл тағы бір салмақ болып отыр. Бұл мәселенің бір ұшы ғана. Енді сол компаниялардың мемлекетке келтірген зияндарына тоқталайық. Мысалы, біріншісі, 2019 жылы ұлттық тестілеу орталығының шотынан 46 миллион теңгеден астам қаражат YouFuture компаниясына бағдарламаны қамтамасыз ету үшін тікелей бір көзден берілген. Алайда біздегі ақпарат бойынша қаражатқа сай бағдарламалық қызмет көрсетілмеген. Екіншісі, 15 жыл бойы сараптамадан өткен, мыңдаған оқытушылардың еңбегімен жасалған, кемінде 100 миллион теңге тұратын ұлттық тестілеу орталығына тиесілі 21 мыңға жуық тест сұрақтары мен тапсырмалары өтеусіз негізде YouFuture ұйымына тегін берілген. Ал өз кезегінде ол фирма осы тест тапсырмаларын пайдалана отырып, педагогтар үшін ақылы негізде сынақ тестілеуін өткізіп отыр. Мұны YouFuture жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің өңірлік тестілеу орталықтарындағы педагогтердің сынақ тестілері бойынша оңай тексеруге болады. Үшіншіден, тест сұрақтары мен тапсырмаларының қауіпсіздігі, яғни құпиялылығы сақталмай отыр. Оған да негіз жоқ емес. Бізге келіп түскен өтініштер мен ақпараттар бойынша кейбір өңірлерде 3 миллион теңгеге дейін пара алып, серіктестік өкілдері талапкерлерге жоғары балл жинауға көмектеседі дейді. Құрметті Тамара Қасымқызы, осының барлығын көріп біле тұра, сіздер неге әрекет жасамайсыздар? Белгілі бір топтардың қалтасын халық толтырып, уәкілетті органдар олардың зиянды істеріне жол ашып отырғанынан хабардарсыздар ма? ОБТ деген ұлттық бірыңғай тестілеу ме, әлде ұлттың болашағын тоздыру ма? Осы орайда сіздерден барлық тестілеу жұмыстарын ұлттық тестілеу орталығына тез арада қайта беруді қарастыруларыңызды және де мемлекеттік мекемелер көрсете алатын қызметтерге көлденең көк аттылардың араласуына тыйым салуды сұраймыз. Құрметпен, Аманат фракциясының депутаттары. 70 жастағы Болат Назарбаев 13 қарашада Алматыдағы орталық клиникалық ауруханада ауыр науқастан қайтыс болды. Оның осыдан бір жыл бұрын әлеуметтік желіде арбаға таңылған видеосы тараған еді.
Ағасы 30 жылға жуық Қазақстанды басқарған кезде Болат Назарбаев та Қазақстандағы бай адамдардың қатарына қосылған. Оның мұндай байлыққа қалай жеткені туралы қоғамда түрлі пікір айтылады. Кейбір басылымдар Болат Назарбаев өзгенің мүлкін өте арзанға сатып алумен айналысады деп те жазған. Болат Назарбаев Нұрсұлтан Назарбаевтың жоғары мемлекеттік қызметке бармаған сирек туысының бірі. Алайда балалары Алматы қаласы мен Алматы облысында мемлекеттік лауазымды қызметтерді істеді. Қаңтар оқиғасынан кейін Нұрсұлтан Назарбаев жоғарғы билікке ықпалынан айырылған соң Болат Назарбаев пен оның активтеріне байланысты дау шығып, кейбір істер сотқа да жеткен. Бауыр деп айтты десін қазақ, бірге туғанда. Өте қиын. Ең кіші бауырымнан айырылдық. Еркелеп өскен, көз алдында туған, көз алдында өскен, көңілі жай барақат, қолы жазық, мейірімді адам еді. Кеше жерлегенде ауылдың азаматтарының барлығы, оның барлығын тізіп, жақсылығын айтып жатты. Алдынан Алла жарылқасын, қабырғамыз қайысқан біздің жанұяның қиыншылығын бірге көтеруге президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтан бастап көрші елдердің, арғы елдердің президенттері көңілін айтып жатыр. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев құқық қорғау органдарының басшыларымен кеңесінде Ішкі істер министрлігіне елорда мейрамханаларының бірінде болған кісі өліміне қатысты резонанс тудырған оқиғаны ерекше бақылауға алуды тапсырды. 9 қарашада бұрынғы ұлттық экономика министрі Қуандық Бишімбаев өз әйелін өлтірді деген күдікпен ұсталған болатын. Оның әйелі Салтанат Нүкеноваға жүргізілген сот медициналық сараптамалардың нәтижелері бір айдан кейін белгілі болады. Іс кісі өлтіру бабы бойынша тергелуде. Ол бойынша Бишімбаев 15 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. 11 қарашада Салтанат Нүкенова Павлодарда жерленді. Министрліктің хабарлауынша қазіргі таңда осы іске байланысты бірнеше адамға қатысты қылмыстық тергеу жүргізілуде. 17 қарашада Білім инновация қорының 30 жылдығы салтанатты түрде аталып өтті. Бұл мерекемен қор ұжымын мемлекет басшысы, сенат спикері және мәжіліс төрағасы арнайы құттықтады. Білім инновация лицейлерінің 30 жыл ішінде атқарған жұмыстары аз емес. Оның жетістігі мен жемісін қалың жұрт жақсы біледі. Осынау салтанатты шарада сол жетістіктерге жетуге себепкер болған ардақты ұстаздар мен мекеме қызметкерлері марапатталды. Оқу-ағарту министрі Ғани Бейсенбаев кеш шымылдығын ашып, мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың құттықтау хатын оқып берді. Құттықтаулар барысында биыл лицейлерінің бір топ ұстаздары премьер-министрі Әлихан Смайыловты алғыс хатымен және төсбелгілерімен және бір топ ұстаздар арнайы 30 жылдық медальмен марапатталды. Мерекелік кеште бұдан бөлек лицей оқушылары 17 жастар театры, Алатау серілері тобы, Қайрат Нұрташ және тағы басқа өнерпаздар сахна көркін кіргізді. 17 қарашада Еуро 2024 турнирінің топтық кезеңіне іріктеу барысында Қазақстан Сан-Мариноны жеңді. Енді Еуроға жолдама алу үшін 20 қарашада Словения қарсы шешуші ойын өтеді. Не бел кетеді, не белбеу кетеді. Қазақстан Сан-Марино матчы Астана Арена стадионында өтті. Ойынға 30 мыңға жуық көрермен жиналған. Одан бөлек арнайы ойынға ел басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев келді. Есеп 3-1 болып қазақстандықтардың жеңісімен аяқталды. Қазіргі таңда турнир кестесінде Қазақстан 18 ұпаймен 3-ші орында тұр. Оның іріктеу кезеңіндегі соңғы ойыны кестеде 2-ші орында 19 ұпаймен тұрған Словенияға қарсы өтеді. Еуро 2024 чемпионатының топтық кезеңінде жолдама алу үшін Қазақстан құрамасы сырт алаңдағы ойында тек қана жеңіске жету керек. Айта кетейік, Еуро 2024 чемпионаты 14 маусым мен 14 шілде аралығында Германияда өтеді. Назарларыңызға рахмет. Осымен апта жаңалықтары тәмам. Біздің әлеуметтік желілерге тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.